Ой балақай, егер сен мына бауырсақтың тірі қалғанын қаласаң, осы видеоға лайк басып және де подписка жасап қой, а то мен мына бауырсақты өлтіремін. Все, давай. Так, бүгін қандай күн өзі, мана. Так, мынаны көрейік, так, ютуб көріп, шашып кеттім, чотып суып кетті ма, қалай өзі. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгінгі видеода біз, өзіміздің ауылымызға көбіл салатын боламыз, өйткені біздің ауылымыздың түрін қарасаңдаршы. Мана, дала деген қар болып жатыр, қарасаңдаршы. Даланың бәрі қар ғой. База жоқ, мана достар, база жоқ. Енді дала деген қар болып жатыр. Ал енді ана жол ше, біздің Бекс деген досымызда, ауылында ше ыстық болып кеткен кездер болатын. Сол кезде біз оның ауылына көбіл салған болатынбыз. Ал енді қазір мен жанымда Бекс жоқ, бірақ ойбайынан мұз жатыр ғой, далада деген, ай база жоқ, дала деген ана жол ғана ыстық болып еді. Енді резко суық болып кетті, қайтадан көбіл салу керек болып тұрды енді. Так, көбілді енді біз айнадан салмайтын шығармыз. Көбілді біз өзіміздің мынандай жылтатын дегенді қазірше жетілдермен сөйлесу керек еді. Мана бір жетілмен сөйлесеміз, оны екі жетілмен. Чотам жетіл, қалайсың? Қайға қашып баратсыңдар? Жетіл, чотам? Чотам, Нұрлан, бізге неме кеп тұрсың? Кетші бар, вообще сенмен сөйлескіміз кеп тұрған жоқ. Ойбай, мыналар жетілдеріне, біздің деревняда жетілдері андай әсер етеді ғой дейме, бір суға әсер ете ма, бірден кесі бар сияқты достар. Ал енді достар, маған подписка жасап лайк басып қойыңдар. Қазір мен өзім граткаларымды жинап тастайын. Граткаларды ана жол Бекс жинап кеткен, дұрыс жинамаған ғой Бекс. Жетілдер ма, біреу жинаған, дұрыс жинамаған ғой. Так, тез сапсайық мынаны. Тез егіп, әдемілеп зыңғып қойық, зыңғып қоямыз. Так, өсіп парковканы да алып қоямыз. Так, тез өсіп қойып қоямыз. Ал енді, достар, бір сөзбен айтқанда, көпіл салу керек бізге. Так, көпіл салу керек. Бүгін қандай күн өзі? Так, бүгін, суббота, значит, воскресенье бізге Бекс келеді. Бекс келем дегенше біз, әдемілеп тұрып, біз өзімізге көпіл салып қойымыз керек. Ал көпілді біз қазір менде как раз торшки бар. Так. Мен андай светокамераны жасаймыз, сосын біздің деревняны бұл жылытатын болады достар. Ал енді мына жерден бастап бүйтіп соға берейін мен. Өстіп асықпай, өстіп соғам, Ал енді достар, мен қазір запись өшіре тұрам. Запись өшірген соң, мынаны болмай біткен соң қосатын болам, достар. Давайте қазір тез істеп тастайын, көпілді істеп тастайын, давайте. Қазір қосам жараймат, жігіт жандарды күтіңдер, давайте. Сендер үшін бұл енді бір-ақ секунд болады, ал мен үшін бір жарты сағат ба, бір сағат, бір-екі күн ба салам ғой, соғам ғой, күтіңдер енді, давайте. Ал енді, мына сап бітейін деп қалдым достар, қазір записті қостым, бітейін деп қалдым, өсіп жауып, ойбей. Так, мынаны қарасаңдар, деревня деген әдемі болып қалды. Ал енді бір-екі күн күту керек сияқты ғой, қардың кеткенше, әдемі болып қалды. Мына жер кішкене бейт сетенліктер қойып тек, өйткені біздің ауыл деген кәдімгідей бейт қорқынышты болып кетті. Мына жердің бәрінде қазір зомбилар спавнс еді. Тез мына жердің бәрін жарқып тастаймыз. Ал енді негізше тез деревняны өсіп істеп тастау керек. Ал енді достар, комментарияға жазып кетіңдер, қандай видеолар түсірейін сендерге, қандай видеолар қызық жалпы. Осындай видео түсіргенім сендерге ұнай ма, соның бәрін жазып кетіңдер. Сосын дальше больше ғой, достар. Міне өсіп, мына жердің бәрін жарық қылу керек. Бүкіл жерді жарық қылу керек. Аты зомбилар қазір спавнится етіп, деревняны бытысын шығарып тастауы мүмкін. Так, өсіп қоямыз. Мына үйлерінің жанына қойып қоямыз. Мына жетілдер шок болып атқан шығар. Мынандай соқты деп ойлап атқан шығар маған енді. Білмеймін ғой енді. Чотам жетілдер, не істеп атсыңдар? Нұрлан, мынау немене соғып тағыз? Сен вообще бұзып вообще, мана. Родной, бұны бұзғанда бұл, суық болып кетті ғой дала. Сол дала суық болып кеткен соң, осындай қып істеп атырмын ғой, жігіт жандар. Өйтіп сендер сетпендер, хорошо ма? Жарайды оды, қарды алып тастай, қарды күресей. Наларды жақпайсың бұларға. Так, тез бұны істеп тастайық енді. Так, өсіп істеп қоямыз. Ал енді өзімнің үйіме кіріп кішкене ұйықтап алайын. Так,
мына жаққа жатып ұйықтап алмасам болмай кетті ғой. Так бүйтіп тұрайын да бүйтіп жатайын. Ал енді ұйықтайын. Ойбай, мына басым. Что-то дала. Опа, ана міне дос. Мана даланың бәрі жап-жасыл болып кеткен ғой. Чөп деген қардың бәрі кетіп, кайф болып қалды достар. База жоқ. Енді кайф қылып істегенмен бар, енді база жоқ. Енді нәтижелер маған рахмет айту керек. Енді мен деревняның супергеройым, өзіме супергеройдың киімін киіп алайыншы. Супергеройдың киімі қайдан ақтар? Менде супергеройдың киімі болған. Мына жерде бір, мына мен модтарымда бар. Супергерой. Міне супергеройдың киімі. Амбемен Супермен, Супермен, Супермен. Мен Суперменмін. Так, жителдер қайда? Бәрі қайға қашып кеткен. Жителдер, чо там, не істеп жатсыңдар? Чо там, Нұрлан, сон жүргенбіз дала жақсы болып қалды ғой, кішкене Мальдив аралдары сияқты ыстық болып, бір Дубай сияқты болды ғой, кайф, родной, от души саған, осылай строить еткен, молодец, красавчик. Енді білем ғой сендердің комфорттарын үшін игрок болып жүр ғой. Осы бүкіл деревнядағы жителер үшін жасаймын ше бәрінше. Бірақ бұлар енді вообще андай неше вообще маған не благодарны ше. Бекістен не благодарны, ё-моё-на. Енді білмеймін, енді көреміз. Так, енді өстіп мына жерді бүйтіп светильник қылып қойып, мына жерді светильник қылып қойып, мына жерді өстіп қойып қойып, мына жерді әдемі қылып бәрін өстіп қойып. Мәссаған кубылды қарасаңдаршы, қандай үлкен. Мен қалай салғам сендер білсеңдер ғой. 3 күнім кетіп қалды. 3 күн, 3 түнім кетті ғой. Мана. Мынанше бүйтіп әдемілік қойып қойып, осылай әдемілік болады. База жоқ, әдемі болып тұр. Ал енді достар, мынандай үшін точно лайк басу керек қой енді. Құласай қап-қара болды ғой. Мына Супермен болмай қойшы, Супермен болмай қойын. Ал енді достар, бәрін лайк басыңдар маған, бәрін комментарий жазыңдар. Бәрін қалай урон алдым мен? Тоғышкеда емеспін ба, Тоғышкедағы адамдар урон алмайды. Мына городканда жинап тастайыншы тез-тез. Мана. Оп. Енді мынаны купылды алған кезде біздің дала по-любому суық болып тұрады ғой, Онда маған, мына жерге бір үй соғып қою керек ше, бір үй соғып қойғанда ше. Қандай заттан үй соқсам болады негізі ше. Так, бір андай жылу өткізбейтін бір шерістен жасау керек қой, Үйдің бәрін шерістен қаптатсайын онда. Шерістен қаптатсайын, сосын менің, үйімді ыстық, андай суық алмайтын болады сол кезде. Бірақ деревнядағы бүкіл жителдердің өстіп жасау керек. Бірақ өздері жасап алсын олар. Немен жасау керек мен оларға вообще? Так, өстіп жасап қоямыз енді. Өстіп мына тесіктерін қалдырмаймыз достар. Ато біздің үйіміз кәдімгідей суық болып қалады. Ал бізге суық болған керек емес бізге суық болған. Сондықтан еңбек етсең ерінбей, тояды қарнын тіленбей дейді атам қазақ. Өстіп жасақ қоямыз енді. Так, ал енді сендер лайктарында подпискаларын басып жасап қойыңдар. Давайте достар, қолдап кетіңдер. Комментарияға бірдеңе деп жазып кетіңдер. Сендердің комментарияларын бәрін мен оқимын. Ал енді так, үйге кіреміз. Үй деген енді кайф болып қалды. Мына жерге де өстіп светильник қойып қойып иіс жаба салайық. Ал енді так, градусты көрейін. Мына жерде. Так, ойбай, не болып кетті? Мана, не болып кетті? Ойбай, не болып кетті? Так, ең градус көрейін, градус 18, астық болып барды. Мана қайттан далада. Мана, купылды алып түсу керек болды онда. Купыл тұра берсін. Ал енді сіздермен болған Нұрлан және достар, маған подписканы жасап, сондайды ұмытпаңдар. Ал енді сендермен бірге Нұрлан және де бүгін біз сіздермен бірге купыл салған болатынбыз. Все, давайте достар, лайктарын басыңдар, комментарий жазыңдар. Давайте.